Сәлем достар, бүгін сіздермен біз адамға өте пайдалы асқабақ, сәбіз және апельсиннен сок жасайтын боламыз. Қарапайым ғана заттардан жасалады. Үйдегі бар заттар: 2 түйір сәбіз, асқабақтан шамалы 1 килограммдай асқабақ саламыз, сосын 1 түйір апельсин, жарты кесе қант қажет болады. Осылайша асқабақ пен сәбізді осылай турап 1 сағаттай қайнатып аламыз. 1 сағат емес, 40 минутта пісетін болады. Сәбізді шамалы майдалап салсаңыз, асқабақпен бірдей пісетін болады. Осылайша пісіріп суытып алған соң, асқабағымыз бен сәбізімізге 4-5 қасық қант салып, және де апельсинімізді ашып салып, осылайша блендермен жақсылап езіп алатын боламыз. Асқабағыңыз тәтті болса, ол кезде қант көп салмауыңызға болады. Өзіңіздің дәміңізге қарай қант саласыз, және де шамалап қайнаған суды суытып қойып, осылай сұйық болғанын қаласаңыз, шамалап су қойып, осылай әбден жақсылап араластыратын боламыз. Егер апельсиннің дәмі басымырақ болсын десеңіз, 2 немесе 3 апельсин салсаңыз да болады. Мен 1 ғана апельсин салдым. Қант шамалы аз болып қалған екен, тағы да қант салып жібердім мен. Осылайша әбден араластырамыз. Енді соғымыз әдемі болсын, шамалы сұйық болсын десеңіз, осылай сытиядан өткізіп алсақ болады. Дәмі одан сайын керемет болады екен. Енді ана қоюын не істейміз десеңіздер, қоюын нанға немесе булочкаға салып жіберсеңіздер, керемет нан мен булочка шығады. Кез келген қамырға салсаңыз болады. Булочкаға, пирожкіге, нан, қамырыңыз деген көп пісіп, іші сап-сары болып керемет болып шығады. Мінекей соғымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балдарыңызға міндетті түрде ұнайтын болады.